Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жан тәсілім уақытында Фатима анамыз келеді: "Я әкешім, сіздің Аллаға қайтуыңыз белгілі болды, бірақ ертең мақшам майданында барша адам баласы жиналған кезде мен сізді қайдан іздеймін, қайдан табамын?" деп сұрайды. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Ей қызым, мені жаннаттан ізде" дейді. "Егер жаннаттан таппасаң, онда мені Кәусар бұлағының басынан ізде" дейді. "Әрбір шөлдеген үмметімнің шөлін қандыру үшін Кәусардан су беремін" дейді. "Егер ол жерден таппасаң, мені Сырат көпірінен ізде" дейді. "Әрбір күнәһар үмметімді Сырат көпірінен жетектеп аман сау өткіземін" дейді. "Егер Сырат көпірінен таппасаң, онда мизан таразынан ізде" дейді. "Күнәсі басқан үмметімнің жақсылығына қолымды қойып ауыр бастырамын" дейді. "Егер ол жерден таппасаң, онда мені жаһаннамның есіктерінен ізде" дейді. "Әрбір күнәһар тозаққа түсетін үмметімді сол жерде шырылдап шапағат қыламын" дейді. Міне құрметті бауырлар, үмметім деп біздің қанымызды жеп өткен пайғамбарға әрдайым көптеп салауат айтып жүрейік.